Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен әдеттегідей диктант жазуды бастаймыз. Бүгінгі диктантымыздың тақырыбы ақ бөкендер. Қысқы жайылымнан 1000 шақырым Сарыарқаға ақ бөкендердің бір шағын тобы келіпті. Ақ бөкендер шағын үйірмен таңертең және кешке жайылады. Ал күн қызған кезде көбінесе жатады. Ақ бөкендер бір орнында қимылсыз ұзақ жатпайды. Олар орындарынан көтеріліп, 10-15 минут тұрады да, қайта жату үшін жаңа орынға ауысады. Осылайша олар өздерін ыстықтан қорғайды. Ақ бөкендер сексеуіл мен бұталы құмға қарай беттесе, жақында боран болады екен. Олар ауа райының бұзылатынын алдын ала сезеді. Міне балалар, біздің диктантымыз 68 сөзден тұрады. Олай болса ыңғайланып отырып, диктант жазуды бастайық. Азат жолдан бастаймыз. Қысқы жайылымнан 1000 шақырым Сарыарқаға ақ бөкендердің бір шағын тобы келіпті. Қысқы жайылымнан 1000 шақырым Сарыарқаға ақ бөкендердің бір шағын тобы келіпті. Ақ бөкендер шағын үйірмен таңертең және кешке жайылады. Ақ бөкендер шағын үйірмен таңертең және кешке жайылады. Ал күн қызған кезде көбінесе жатады. Ақ бөкендер бір орында қимылсыз ұзақ жатпайды. Ақ бөкендер бір орнында қимылсыз ұзақ жатпайды. Олар орындарынан көтеріліп 10-15 минут тұрады да қайтадан жату үшін жаңа орынға ауысады. Осы сөйлемді қайталап жіберейін. Олар орындарынан көтеріліп 10-15 минут тұрады да қайтадан жату үшін жаңа орынға ауысады. Осылайша олар өздерін ыстықтан қорғайды. Ақ бөкендер сексеуіл мен бұталы
бұталы құмға қарай беттесе, жақында боран болады екен. Ақбөгендер сексеуіл мен бұталы құмға қарай беттесе, жақында боран болады екен. Олар ауа райының бұзылатынын алдын ала сезеді. Олар ауа райының бұзылатынын алдын ала сезеді. Міне балалар, өздерің жазған диктантты бастан аяқ бір оқып шығыңдар және қатесін тексеріңдер. Жазған диктанттарыңды дұрыс нұсқасымен тексеріп көріңдер және өздерің бағалаңдар. Жіберген қателіктерің болса, түсінбеген жерлерің болса, комментарийге жаза кетіңдер. Барлықтарыңа сәттілік балалар.